Бүгінгі отырысқа аудандық мәслихаттың барлық тұрақты комиссиясының төрағалары мен мүшелері қатысып отыр. Сондай-ақ отырысқа аудандық мәслихат төрағасы Қалымбет Тайбек Әділбекұлы, облыстық тексеру комиссиясының мүшесі Тағайып Нұрлан Кенжеұлы, аудан әкімдерінің орынбасарлары, ауыл әкімдері, бөлім басшылары, мемлекеттік кірістер басқармасының басшысы және бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері қатысып отыр. Мақсат, бір минут. Қазір біздің өткендегі уақытша комиссия барған, Түркістан облыс ырыс ұйымының басшысының орынбасары келіп отыр. Өзіңізді таныстырып жүрсеңіз. Саламатсыздар, құрметті жиналысқа қатысушылар. Мен аты-жөнім Бекімбет Берік, ырыс микроқаржы ұйымының басқарма төрағасының орынбасары боламын. Рахмет, отыра беріңіз. Құрметті комиссия мүшелері, бүгінгі тұрақты комиссия отырысының күн тәртібіне мынадай мәселелер ұсынылады. Бірінші, Қазығұрт ауданы әкімдігінің және Түркістан облысы бойынша тексеру комиссиясының 2025 жылғы аудан бюджетінің атқарылуы жөніндегі есептері туралы. Екінші, Қазығұрт ауданы ауылдық округтер әкімдерінің және Түркістан облысы бойынша тексеру комиссиясының 2025 жылға арналған ауылдық округтерінің бюджеттерінің атқарылуы жөніндегі есептері туралы. Үшінші, Қарабау ауылдық округі әкімінің есебі туралы. Төртінші, инвестициялар тарату және ауданымыздың өнеркәсіптік әлеуетін арттыру бағытында атқарылған жұмыстар туралы. Бесінші, Түркістан облысы Қазығұрт ауданы Қызылқия ауыл округі, Қызылқия, Айнатас, Ынталы, Қызылсеңгір, Атажұрт елді мекендерінің шекараларын өзгерту және белгілеу туралы. Алтыншы, Қазығұрт аудандық мәслихатының 2025 жылғы 24 желтоқсандағы нөмірі 36-да бөлшек 203 8-ші Қазығұрт ауданының 2026-2030 жылдарға арналған даму жоспарын бекіту туралы шешіміне өзгерістер енгізу туралы. Отырыстың күн тәртібіне қосып алатындарыңыз бар ма? Жоқ болса, күн тәртібі бекітілсін деген депутаттардың дауыс беруін сұраймын. Түсіріңіздер, қарсы қалыс жоқ, күн тәртібі бекітілді. Құрметті комиссия мүшелері, күн тәртібіндегі бірінші және екінші мәселелер Қазығұрт ауданы әкімдігінің ауылдық округтер әкімдерінің және Түркістан облысы бойынша тексеру комиссиясының 2025 жылға арналған аудан және ауылдық округтердің бюджеттерінің атқарылуы жөніндегі есептері туралы. Сөз аудандық экономика және қаржы бөлімінің басшысы Сайлауов Сейдірахым Бегалұлына беріледі. Саламатсыздар ма, құрметті депутаттар, құрметті мәжіліске қатысушылар, және де құрметті Тайбек Әділбекұлы. 2025 жылдың бюджеттің атқарылуы туралы баяндаманы рұқсат етіңіздер. Аудан бюджетінің ішкі кірістер бөлігі континентте 2025 жылдың қорытындысымен орындалуына тоқталар болсам, 9 миллиард 94 миллион теңгеге болса, нақты түсім 9 миллиард 896 миллион теңгеге орындалып, 109.9% орындалды. Оның ішінде түсімдердің жылдық жоспары 8 миллиард 793 миллион теңге болатын болса, нақты түсім 9 миллиард 677 миллион теңге орындалып, 110% орындадық. Салықты емес түсімдерге келетін болсақ, салықты емес түсімдердің қорытындысы жылдың жоспары 71 миллион 677 миллион теңге болатын болса, 78 миллион 532 теңге орындалып, 109% құрады. Негізгі капиталдарын сатудан түсетін түсімдердің жоспары 140 миллион 133 мың теңге болса, нақты түсім 140 миллион 496 мың теңгеге орындалып, 100%-ді құрады. Және де осылай тоқталар болсам, реттеуіш салықтардың жоспарының орындалуы, бұл жерде корпоративті табыс салығы бойынша 2025 жылы 958 миллион теңге болатын болса, нақты түсім 1 миллиард 568 мың теңгені құрады. Бұл жерде 160%-ға орындалдық бұл төлемдер бойынша. Төлем салықтарын салынатын табыстарын ұсталатын жеке табыс салығы 2025 жылы 3 миллиард 37 миллион теңге болса, нақты түсім 3 миллиард 137 миллион теңгеге түсіп, 103%-ға орындап шықтық. Жалпы
жалпы әлеуметтік салық бойынша 2025 жылда жоспарымыз 2 миллиард 544 миллион теңге болатын болса, нақты түсім 2 миллиард 562 миллион теңгеге орындалып, 107% орындалды. Сонымен қатар шетел азаматтарына ұсынылатын жеке табыс салығынан 67 миллион 544 мың теңге болатын болса, 70 миллион теңге орындалды. Және де мына ауыл округтерінің бюджеттеріне тоқталар болсам, ауыл округтерінің бюджеттері 1 миллиард 339 миллион теңгеге жоспарланып, жалпы 1 миллиард 279 миллион теңге нақты орындалып, 95,5% орындалды. Бұл жерде 60 миллион теңге ауыл округтерінің бюджетінен орындалмады. Жоспар бірнеше ауыл округтерінде бұл жерде орындалмады. Бұл жерде Шанақ, Шарбұлақ, Жігірген, Қазығұрт ауыл округтерінде жоспар орындалмады. Дегенмен де бұл жоспар орындалмады дегенмен де жалпы шығыс бөлігі орындалып, бұл ауданға қайтарылатын қаржыдан орындалмады. Бұл 60 миллион теңге. Сонымен қатар төлем көзінен салынатын салық табыстарынан ұсынылатын жеке табыс салығы бойынша ауыл округтерінде жалпы бюджетіміз 888 миллион теңге болып, нақты түсім 814 миллион теңге орындалып, 91,6%-ға шықтық. Жеке табыс салығына мынау көлік салықтарына келер болсақ, 349 миллион 629 миллион теңге болып, 360 миллион теңгеге орындалып, 100%-ға орындалды. Жалпы бюджетке келетін болсақ, ауданның әлеуметтік экономикалық даму негізгі көрсеткіштерінің бірі болып есептеледі. Бұл жерде бюджеттің кіріс көзі орындалу бойынша осыған қысқаша тоқтар болсам, 2025 қорытындысы бойынша аудан бюджетінің кіріс бөлігі жоспары контингентте 9 миллиард 4 миллион теңге құрады. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 2 миллиард 700 миллион теңге немесе 25,5%-ға артық орындап шықтық. Жоспар жыл басында 2004 жылғы нақты кіріс 7 миллиард 889 миллион теңге болатын болса, жоспар жыл басында 7 миллиард 455 миллион теңге болып, көлемде бекітіліп, жыл ішінде бюджетте 5 рет нақтылау жүргізілді. Өздеріңіздің хабарларыңыз бар. Нәтижесінде кіріс бөлігіміз 1 миллиард 550 миллион теңгеге ұлғайды. Соңғы 3 жылда ауданның ішкі кірістері 1,5 есеге өсіп отыр. 2023 жылы 6 миллиард 554 миллион теңге болатын болса, ал биыл 2026 жылдың аудан бюджетінің кіріс бөлігі 11 миллиард 688 миллион теңгеге жетіп отыр. Жалпы бюджетіміз былтырғы жылмен салыстырғанда 2 миллиард 600 миллион теңгеге ұлғайып отыр. Менде осы, тыңдағандарыңызға рахмет. Жалпы сұрақтарыңызға жауап беремін. Баяндамашыға сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ болса, отыра беріңіз. Рахмет. Құрметті комиссия мүшелері, ауылдық округтердің бюджетінің атқарылуы туралы есептер депутаттарға таратылып берілген. Сұрақтар болса, ауыл әкімдері жауап беруге дайын. Сұрақтарыңыз бар ма? Екінші мәселе бойынша ма? Иә. Келесі сессия осылар. Құрметті сұрақ жауап жоқ болса, құрметті комиссия мүшелері, келесі сөз Түркістан облысы бойынша тексеру комиссиясының мүшесі Тағайып Нұрлан Кенжеұлына беріледі. Саламатсыздар, құрметті депутаттар, құрметті комиссия қатысушылар. Бүгін сіздердің назарларыңызға Түркістан облысы бойынша тексеру комиссиясының 25 жылға арналған Қазығұрт ауданының бюджетін атқару туралы қорытынды есебі жөнінде қысқаша баяндама жасаймыз. Қазығұрт ауданының негізгі әлеуметтік экономикалық даму көрсеткішін талдау барысында 25 жылға арналған статистикалық мәліметтерге сәйкес өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы, экономика, нақты сектор әлеуметтік саланың негізгі көрсеткіштерін қамтиды. 25 жылдың қорытындысы бойынша жүргізілген талдау нәтижелерінде Қазығұрт ауданының әлеуметтік экономикалық даму көрсеткіші бойынша жалпы алғанда белгілі бір оң даму динамикасы қалыптасқанын көрсетіп отыр. Атап айтқанда ауданның жалпы өңірлік өнімі 162 миллиард 764 миллион теңгеге құрап, 24 жылмен салыстырғанда 40 миллиард 167 миллион теңгеге асқан, немесе 133% өсімді қамтып отыр. Сонымен қатар өнеркәсіп саласы аудан экономиканың негізгі драйвер болып қалып отыр. 25 жылға өндірілген өнеркәсіп өнімінің көлемі 34 миллиард 605 миллион теңгені құрап, өткен жылмен салыстырғанда 15 миллиард 411 миллион теңгеге, немесе 225%-ға артқан. Инвестициялық қызмет бойынша 25 жылғы негізгі капиталға тартылған инвестициялар көлемі 47 миллиард 921
миллион теңгені құрап, 24 жылғы 43 миллиард 506 миллион теңгемен салыстырғанда 4 миллиард 415 миллион теңгеге артқан, немесе инвестицияның негізгі бөлігінің жекесі қаражаттар есебінен қалыптасуы ауданның инвестициялық тартымдылығының белгілі бір деңгейде сақталғанын көрсетіп отыр. Ауыл шаруашылық саласында жүргізілген талдау нәтижесінде 25 жылғы жалпы өнім көлемі 83 миллиард 104 миллион теңгені құрап, 24 жылғы 72 миллиард 288 миллион теңгемен салыстырғанда 10 миллиард 815 миллион теңгеге, немесе 115%-ға артқаны байқалады. Жалпы алғанда жүргізілген талдау нәтижелері бойынша Қазығұрт ауданының 25 жылғы әлеуметтік экономикалық даму көрсеткіштерінің белгілі бір деңгейде оң бағаланғанмен, экономиканың жекелеген салаларының ішкі зерттен толық пайдаланылмай отырғаны байқалады. Осыған байланысты тексеру комиссиясының Қазығұрт ауданының әлеуметтік экономика даму көрсеткіштерінің орындалуын жалпы алғанда қанағаттанарлық деп бағалауға болады. Дегенмен кірістер бойынша және шығыстар бойынша жаңа экономика және қаржы басқару бөлімінің басшысы айтып кетті. Бұларымыздың барлығы бірдей осы жерде. Ал енді тұжырымдай келгенде қысқаша кемшіліктерді айта кететін болсақ, аудан бюджетінің жоспарлануы 5 мәрте нақтыланған. Атап айтқанда 1,6 миллиард ұлғайтылған. Уақытында зерделегенде осы 5,6 миллиардты жылдың басынан бастап нақтылап жоспарлап отырғанда жыл соңына дейін тиімді пайдалануға келеді. Және айтатын кез, тоқталып кететін болсақ, жоспарды ұлғайтқанымен кірісті жылдың соңында аванс ретінен ірі мекемелерден алып орындағаны бар ұлғайтылған жоспарды. Ал ұлғайтылған жоспар, аванспен алынған қаражат келесі жылдың жоспарына қарсы, былайша айтқанда, отрицательный септігін тигізетінін білесіздер. Айта кететін жағдай. Сол үшін жоспарлау барысында нақтылау, біргелесе отырып нақтылау өте қажет етеді. Одан кейінгі тағы да бір айтып кететін кемшілік, жыл соңында қордаланған кредиторлық қарыздар. Әсіресе Түркістан Қазығұрт таза суда 23 миллион теңгеге кредиторлық қарыз светтің алдында қордаланған. Осының кредиторлық қарыздарды болдырмауға да жұмыс атқару керек. Тұжырымдай келе ұсынысқа тоқталатын болсақ, ауданның әлеуметтік экономикалық дамуын қамтамасыз ету мақсатында өнеркәсіп өндірісін әртараптандыру, ауыл шаруашылығы өндірісінің тиімділігін арттыру, шағын және орта кәсіпкерлікті дамытуға бағытталған қолдау шараларын күшейту, инвестициялық жобалардың санын арттыру және олардың салалық құрылымын кеңейту, еңбек ресурстарын тиімді пайдалану және жаңа жұмыс орындарын құру бағыттарында жүйелі және нәтижеге бағытталған шараларды қабылдау. Жергілікті бюджет, оның ішінде өзіндік кіріс түсімдерін ұлғайту және қосымша кіріс көздерін анықтау мақсатында нақты қадамдар түзіліп, соған сәйкес жұмыстар жүргізу. Кіріс түсімдерін қалыптастыру кезінде олардың нақты әлеуеттігін ескере отырып, бюджет жоспарына толық енгізу және жоспарлау саласында арттыру бойынша тиісті шаралар қабылдау. Инвестициялық жобаларды іске асыру барысында тәуекелдерді басқару жүйесін жетілдіру, жобалардың құнының негізсіз өсуін және мерзімдерінің созылуын болдырмау бойынша алдын ала шараларын күшейту. Бюджет қаражатын игермеу, қаржылық ресурстарға қажеттілікті нақты белгілемей, алдыңғы қаржы жылының бюджет көлеміне негізделген шығындарды жоспарлау тәжірибесінің салдары болып табылады. Оларды ең маңызды стратегиялық міндеттерге дәл және дәйекті түрде қол жеткізу үшін ағымдағы кезеңде пайдаланудың нақты мүмкіндіктерін бағалау. Бюджетті атқарудың мақсаты тікелей игеру емес, нәтижеге бағдарлануы бойынша атқарылуын қамтамасыз ету. Инвестициялық жобалардың уақытылы іске асуы және әлеуметтік экономикалық әсері бойынша бағалау тетіктерін күшейту. Бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің қаржылық тәртіп сақтауына бақылауды күшейту
және анықталған бұзушылықтар бойынша заң аясында жауапкершілік шараларын қолдану. Дебиторлық, кредиторлық берешектердің қалыптасуына жол бермеу мақсатында бюджеттік міндеттемелерді қабылдау және төлемдерді жоспарлау кезінде бюджеттік тәртіпті қатаң сақтау. Қорытындылай келе, жоғарыда айтылғандар ескере отырып, Қазығұрт ауданы 25 жылғы бюджеттік негізінен орындалғанын атап өтуге болады. Назар аударғандарыңызға рахмет. Баяндамашыға сұрақтарыңыз бар ма? Мен сұрақ өзіміздің сайлау Сейдірахым Бекалы. Біз жаңа айтып отқан мәселелермен келісеміз ба, Сейдірахым? Бюджетті нақтылау, кіріс көзін жылдың соңында келесі жылдың бюджетіне кіріп кетеміз дейді. Келісесің ба осы кім? Бұл жерде 541 миллион теңгеге біз былтыр анау Реалстройдан әлеуметтік салықпен табыс салығына шыққанбыз. Бұл жерде авансы алынған. Бұл жерде дегенменен де ол жаңағы бізде рейтинг жоспарда 112%-ға шығуымыз қажет болатын. Өзіңізде хабарыңыз бар. Ол аудан әкімінің жаңағы көрсеткіштеріне тікелей әсер етуіне байланысты біз әлеуметтік салықпен табыс салығынан бізде жаңағыдай осылай берешек алынған. Бұл жерде дегенмен де ол өз мынау бірінші нақтылау барысында 1 миллиард 400 миллион теңгеге бізде қарызды қайтарғанбыз. Өздеріңіз бекітіп бергенсіздер, білесіздер, оның хабарларыңыз бар 26 жылы. Сол есебінен бізде алимент салықтан 28-де 4%-ға түсіріп 541 миллион теңгені ол жерден қысқартып алынып қалды. Бұл жерде негізсіз жоспарланған деген жоқ, бірақ біз оны дегенмен жаңағыдай кредиторлық берешекпен алынған жұмысымыз бар ол жерде. Сонымен қатар мына таза суда қордаланған қарыз, кредиторлық қарызымыз бұл жерде дотацияның түспеуіне байланысты жаңағы субсидия түседі ғой таза суға да. Сол себептен бұл жерде жаңағыдай қаржы орындалмай қалды. Дегенмен де ол жылдың қорытындысымен, 6 айдың қорытындысымен ол жерден шығып отырмыз. Бұл жерде негізсіз жұмсалған қаржы жоқ, бәрі заң талаптарына сәйкес жұмсалды. Жоқ, мына Нұрлан Кенжеұлының айтып отқан сын ескертпесімен келісесің ба? Келісемін, келісемін. Толықтай келісеміз. Өйткені жаңа бұл жерде айтып отқан сол жаңа 541 миллион теңге ол көрсетіліп отыр, есептілікте де көрсетіліп отыр. Былтырғы жылы бұл жерде аванс алынғанның есебінен біз жаңа 112%-ға шығуымыз үшін бізде жаңағыдай кәсіпкерлердің сондай қаржы құйғаны бар. Біздің енді былай ауданға сын айтса шынап қаламыз да, содан кейін мен сені айтқанмын, сын ескертумен келісеміз ба, келіспейміз ба? Келіссек оны алдағы уақытта жолын болдырмау бағытында жұмыс жасауымыз керек. Жұмыс жасалып отыр. 6 айдың қорытындысымен оның барлығы жаңағыдай бюджетте өзі қалыптастырылды ғой оның барлығы. Анау енді былайша айтқанда мен Нұрланның айтқан сөзін түсініп отырмын. Жаңа бюджетке нақтылау ене береді, оны бекітіп беріп жатқан мәслихат. Иә. Оның бәрі негізі дұрыс жоспарлаудан шығады деп отырмын. Түсінігімде, мен түсінігімде қазір. Жоқ, бұл жерде дұрыс жоспарламады дегенге ол жерде келіспейміз негізі. Дұрыс жоспарламағанда емес, бұл жерде қаржы мысалы 2025 жыл біз 541 миллион теңге артығынан аударылды ғой. Ол қаржы келесі жылға бізде бос қалдық болып қаралады. Сол бос қалдықты өткенде система бекітіліп қайтадан жоспарлады ғой оның барлығы. Бұл жерде негізсіз деп, ол жерде негізсіз дегенге келіспейміз ғой, бірақ қаржы солай бос қалдық болып есептеліп жұмсалды. Түсінікті. Нұрлан Кенжеұлы, енді сен дұрыссың. Біз ауданға сын ескертіп айтса, осында менен бастап депутаттардың бәрі реакция қабылдаймыз. Сол себепті біз жаңағы қаржы бөлім басшысынан сұрап отқанымыз сол. Егер шын мәнінде сын ескертпе дұрыс болса, дұрыс қабылдайық. Мұндай кемшілікті алдағы уақытта қайталамау. Екінші, конечно, сен қазір айтып отсаң, Нұрлан Кенжеұлы, Қазығұрт ауданы деген нөмір 1 барлығы жақсы десең, сол келешекте бұндай сын ескертпелер болмау үшін сол бағытта жұмыс жасауымыз керек. Болды. Басқа сұрақтарыңыз бар ма? Басқа сұрақтарыңыз болмаса, бұл мәселені сессия қарауына ұсынып, шешімді сессияда қабылдасақ. Қарсылық жоқ па? Келісілді, сессия қарауына ұсынылды. Рахмет, отыра беріңіз. Құрметті комиссия мүшелері, келесі мәселе Қарабау ауылдық округі әкімінің есебі туралы. Бұл мәселені сессияға әзірлеу мақсатында аудандық мәслихатта уақытша комиссия құрылған. Осы мәселе бойынша ауыл әкімінің баяндамасын осы отырыста тыңдап, ал уақытша комиссия жұмысының қорытындысын сессияда тыңдасақ. Дұрыс. Сөз ауыл әкімі Әлімқұлов Жорахан Ералыұлына беріледі.
Құрметті әріптестер, баяндама қолдарыңызда. Өткенде уақытша комиссия құрылып, бәрімен егжей-тегжейлі таныстыңыздар. Сұрақ жауапқа көшсек. Баяндаманы тыңдағанша сұрақ жауапқа көшсек. Қалай қарайсыздар? Сұрақтарыңыз болса, Қарабау әкімшілігі бойынша ауыл әкімі Жорахан Ералыұлы жауап беруге дайын. Материал қолдарыңызда деп жатыр. Материал қолдарыңызда. Оқып таныстыңыздар. Сұрақ жауапқа көшсек. Сұрақтарыңыз болса, дайынмын. Құрметті депутаттар, құрметті әріптестер, енді мына есеп беретін Қарабау округінің әкімі, мен сол Қарабау нөмір 10 сайлау округінен сайланған депутатпын. Сол себепті осы ауыл әкімімен бірлесіп сайлауалды бағдарлама құрғанбыз. Сол сайлауалды бағдарлама аясында жұмыс жасап келе жатырмыз. Оның бір шамасы орындалды деп айта аламын. Енді жалпы 32 көше бар, 32 көшеден 2 көше қалды асфальтталмаған. Ол да енді келесі жылдың ішінде шығар. Жалпы мектептердің бәрі ремонтталып, өткенде комиссиямен барып көрдік, басқа қылдық. Енді мен сол округтың депутаты ретінде кім Жорахан мемлекет басшысы қазір айтып жатыр ғой. Таза Қазақстан, әділетті Қазақстан деп. Ол енді таза Қазақстан деген бір күндік жұмыс емес, ол күнделікті әдетке айналу керек деп. Енді мен айтқан болар едім, сол бағытта жұмыс жасауымыз керек. Енді өзің аппаратың бар, қоғамдық жұмыспен қамтылған азаматтар бар. Енді әрбір главный басты көшелердегі үйлердің, ғимараттардың қас келбеттерін бәрін ретке келтіруіміз керек. Неге десеңіз, басқа мемлекет тарапынан барлық жұмыстың бәрі істелді ғой. Асфальттап беріп жатыр, су жүргізіліп жатыр, газ жүргізіліп жатыр, освещение қойып жатырмыз. Енді мен сайлауалды бағдарламама кірмесе де тұрғындармен жұмыс жасауымыз керек. Бізде сол қазақта енді бәрімізде менталитет қой, сол үйге бір қонақ келетін болсақ, құда шақыратын болсақ, соны заборымызды немізді әктейміз, не қыламыз, қалған уақытта қарамаймыз. Мемлекет басшысы айтқандай, таза Қазақстан бұл күнделікті әдетке айналдыру керек. Күнделікті таза ұстап, таза болса, мен ойлаймын, бәрі дұрыс болады. Жорахан, мен саған осындай ұсыныс. Тағы әріптестерім қосымша сұрақтары болса жауап беріп жатарсың. Осы мәселені басты назарда ұстап, нөмір 1 қабылдай. Өткенде мектептерінде, мектептің директорлерімен де сөйлестім, главврачпен де сөйлестім. Мектептің бәрін істеп берді. Мектептің бәрі ремонтталып жатыр, басқа әжетхананың бәрін ішіне кіргізіп берді, мемлекет тарапының бәрінен. Мен сол жерде айттым енді мектептің директорларына. Енді құрметті әріптестер, уақыт келді, мемлекет тарапынан барлығы істеліп жатыр. Біздің сол жердегі директорлеріміз, сол жердегі білім деңгейі қандай? Мемлекет тарапынан бәрі істеліп жатыр. Қаншадан медалист шығады одан, қанша үздік аттестат алады. Біздің ауданымыздың әлеуметтік экономикалық дамуы сол болашақ ұрпақтың қолында, солардың қаншалықты білімділігінде. Енді осы уақытта жұмыс жасауымыз керек деп ойлаймын, құрметті әріптестер. Жалғыз мен сайлау округім емес, ол барлық жерде осылай болу керек деп ойлаймын. Мемлекет тарапынан істелетін жұмыстың бәрі 90-95% орындалып қалды. Ендігі мәселе тазалық, ендігі мәселе ана мен бала өліміне жол бермеу, одан кейінгі мәселе саналы, сапалы, білімді ұрпақ тәрбиелеу. Сұрақтарыңыз бар ма? Түсінікті. Жалпы 4 елді мекенде Сынтас пенен Қарабау елді мекені 24 сағат ішеді суды. Ал енді жұмысшы менен Ұшбұлақ екеуі 8 сағат. Өйткені Құларық деген ауылдан бұрынғы Союздың кезінде қазылған скважина бар. Содан мына Сарапхана елді мекені ішіп жатыр 450-ге. Содан кейін сағатпен болып жатыр. Ал енді Сарапхананы ажырататын болсақ, онда 24 сағат ішеді. Ол енді ода өзіміздің халық қой енді. Содан жұмысшы Ұшбұлақ Сарапхана ішіп жатыр. Уақытлы ғой енді. Бұл жерде графикпен емес, күнде 8 сағат Есімхан. Күнде 8 сағат береді. Ал жаңағы аптасына несіне 8 сағат емес? 24 сағат. Біз енді комиссия болып бардық қой, Тайбек Әділбекұлы. Мен просто жаңағы ескертіп айтып жатқаным, біз бардық, Жөкеңмен болдық, комиссияда барлығын көрдік, барлығы керемет.
просто есебін берсе басқа комиссияға бармаған әріптестер сұрағы болса қояды ғой деген оймен айтқан едім. Ал жаңағы Қарабалы округіндегі жаңағы 32 көшенің 30 көшесі асфальт, 2 көшесі тақсырып жатқан, оның бәрін мен білем. Жаңа бір комиссияға барған жігіттердің бәрі білеміз ғой. Сұрағыңыз бар болса деп айтқанға сол мәселені айтқан едім. Есебін берсе жаңа мынау есеген сияқты су қанша сағат ішеді деген сияқты мәселелер. Дұрыс, орынды. Жаблом сұрағыңыз біз қойыламыз. Бір сұрақ осы жерден берім келіп тұр. Ашылған жұмыс орындары жайлы деп 100%, 101%, 100% бәрі орындалған екен да. 6 мәселе. Осының екіншісі әлеуметтік жұмыс орындары деп, екіншісі мектеп болғаннан кейін мынау студенттердің диплом алғаннан кейін ауылға келіп жастар практикасы 10 адам көрсетілген, нақты 10 адам орындалған. Мектептерге ғой бұл енді. Бұл мектептерге. 100%. Осы 10 адамның бәрі тұрақты жұмысқа орналасты ма, или 12 ай жұмыс істеп ол қайтып кетті ма? Бұларға әзірге жастар практикасыменен бір жылға не қылды ғой, әзір жұмыс істеп жатыр да. Енді бір жылдан кейін, бір жылдың көлемінде жұмыс болып жатса, ары қарап неге ауысады, тұрақтыға ауысады. Жоқ, білеміз, осы бізде де істеп жатыр, 10 адам келеді. Дегенмен осы 10 адам өзі тұрақты кейін жұмысқа орналасып жатқандары бар ма, или жоспар өзіңіз? Енді ауылдың тұрғындары ғой ол жерде, мен ойымша. Көбінесе келеді, жұмыс істейді, бірақ конкурс болған кезде олар кірамай қалған жағдайлар болып қойып жатыр да. Сондықтан осы мәселені бір жіті ауыл әкімі болып бақылау ұстап, осы 10 адам келешекте бәрібір үміттенеді ғой. Олар 100 мың теңгеден 12 ай алады да, ары қарай кейін шығып кету оларға да обал. Сол мәселе. Бұл мәселені назарға аламыз. Басқа сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақтарыңыз? Жоқ, сұрақ жоқ. Сұрақ бар еді. Мынау сіздерде бұрынғы халықтың жаңа ғана Семпол тарабынан жерлерін бөлді ғой. Сол сіздер жердің бәрін толық пайдаланып игеріп, жер салықтарын төлеп жатыр ма Қазақстанда? Жалпы біз енді 2022 жылы Қарабау совхозынан 4468,5 гектар жерді қайтарып, 8 кооперативке құрғанбыз. 8 кооперативтен 7 кооператив алып, құжаттарын бәрін госактісімен бәрін заңдастырып алып, халыққа теңдей бөлінген. Бірақ кооператив қалды. Мына жұмыс елді мекеніндегі. Ода уже конкурсқа ұсынып қойғанбыз. Сәкен құдағызы жақында ұсынса, уже конкурстан егесі былайша анықталады. Бұл жерлердің барлықтары толық игеріліп жатыр. Салықпен жұмыс жасап жатырмыз. Уже ол халыққа берілгеннен кейін оны күнделік біздің бақылауымызда ол жерлердің барлықтары. Бидай, арпа, мақсары и жоңышқа егіліп жатыр. Басқа сұрақтарыңыз болмаса, бұл мәселені сессия қарауына ұсынып, шешімді сессияда қабылдасақ. Қарсылық жоқ па? Келісілді, сессия қарауына ұсынылды. Рахмет. Құрметті комиссия мүшелері, келесі мәселе инвестициялар тарту. Ауданымыздың өнеркәсіптік әлеуетін арттыру бағытында атқарылған жұмыстар туралы. Бұл мәселені сессияға әзірлеу мақсатында ауылдық мәслихаттың уақытша комиссия құрылған болатын. Уақытша комиссия құрылған болатын. Осы мәселе бойынша аудандық кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімінің баяндамасын және уақытша комиссия жұмысының қорытындысын сессияда талқылайық. Осы мәселе бойынша сұрақтарға бөлім басшысы Қалдыкөз Нұрбай Құрағұлы жауап беруге дайын. Жоғары шығып. Сұрақтарыңыз болса, жауап беруге дайын. Қайырлы күн, құрметті Тайбек Әділбекұлы және аудандық мәслихат депутаттары, құрметті мәжіліске қатысушылар. Жалпы мына Қазығұрт ауданының инвестициялар тарту және аудандық өнеркәсіптік әлеуетін арттыру бағытында атқарылған жұмыстар. Айта кетсем, негізгі капиталға бағытталған инвестициялар 8,4 миллиард, 25 жылы болса 26 жылы 11,8 миллиардқа қарап отыр. Жеке инвестиция 8,1 миллиардтан 14,9 миллиардқа қосылып тұр ма? Ендігі мына өнеркәсіп өнім көлемі 2026 жылы 4 айында
1 миллиард теңге болатын болса, құрап 111-де 6%-ды құрап отыр. Оның ішінде 69 миллиард теңгесі өңдеу өнеркәсібінде тиесілі. Жалпы мына 25 жылғы іске асырылған инвестициялық жобаларға тоқталып кетсем, жалпы жобалар саны 10 құрап отыр. Жобалардың құны 3,8 миллиард, жұмыс орны 70 адам. Мысалы, бірінші айта кететін Ақбастау елді мекенінде Қайбата балық шаруашылығы жалпы 1,5 миллиард теңге, қуаттылығы 250 тонна, жұмыс орны 6 адам бүгінгі таңға жұмыс жасап жатыр. Балығы сатылымға шығып жатыр, өздеріңіз көріп жүрген шығарсыздар. Одан кейін мына Асылбастау Шарапхана ауыл округінде жалпы құны 300 миллион теңге болса, 7000 литр сағатына жұмыс орны 6 адам жұмыс жасап жатыр. Барлық жерде сатылымға шығып, әзір бүгінгі таңға пайдаланып жатыр. Пасеке бал шаруа қожалығы Тұрбат ауыл округінде бал өнімдерін өндіру 100 миллион теңге, қуаттылығы 150 тонна жылына, жұмыс орны 3 адам іске асыру 25 жылы. Бұл пасеке бал әзіргі күнге 800 тоннаға дейін экспортқа бал араны әселін шығарып жатыр Өзбекстан Республикасына. Одан кейін мына Биострой жауапкершілігі шектеулі серіктестікте кеңсе қағазын өндіру жалпы 250 миллион теңге болса, қуаттылығы 1000 дана сағатына, жұмыс орны 4 адам. Билол жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жұмысқа орналасқан 400 миллион теңге, қуаттылығы 3000 тонна жылына. Одан кейін мына пасеке балдың қуаттылығы 8000 омарта жыл сайын шығару семейкісі, соны 10 адам іске асыру мерзімі 25 жыл басшы Қасен Базизбек. Бұл аталған әзір жақсы жұмыс жасап жатыр. Құс шаруашылығы Ағанай су қоймасының жанынан ашылды. Жалпы құны 250 миллион теңге, қуаттылығы 5000 бас, жұмыс орны 4 адамға қамтып отыр. Сонымен қатар Максимис Фуд Қарқынды алма бауы жалпы 250 миллион, қуаттылығы 10 гектар, жұмыс орны 4 адам. Соңғы мына 2 жұмыс орны Қарқын 2030-да жалпы 170 гектарда суармалы жерні жаңа технологиямен тамшылатып суару жүйесін ендірді. Бұл енді ауданның бірде-бір жақсы көрсеткіштері болып саналды 25 жылы. Пасеке балдың қуаттылығы 20 адам іске асыру мерзімі жылыжайы. Мынау Қызылқия ауыл округіндегі сатып алынған жерінен жылыжай шаруашылығын ашты. Жалпы мына биылғы 26 жылға іске асырылатын жоба шағын және орта кәсіпкер жобалар тізіміне тоқталып өтсем, Қазығұрт ауыл округінде 10 жоба болатын болса, бүгінгі таңға 3 ашылды. Оның біреуі жеке кәсіпкер Айбісіп дәмхана, мынау өздеріңіз барып көріп жүрген шығарсыздар, Береке әзір ашылды. Сол жерде жұмыс жасап жатыр. Одан кейін екіншісі Дубай мейрамханасы, Шералы сауда орталығы. Қызылқия ауыл округінде жоба саны 14 болса, бүгінгі ашылған жоба саны біреу азық-түлік дүкені. Мынау ашылған жерлерді ауыл округтерін тоқталып кетсем тек қана. Сарыққан ауыл округі 5 болатын болса, ашылған жобалар саны біреу. Яғни Аватария ойын алаңы бүгінгі таңға жұмыс жасап жатыр. Жаңабазар ауыл округі 10 жоба болатын болса, ашылған жобаның саны 5. Яғни жиһаз өндірісі, сенімханасы, көлік жуу, электрощит құрастыру цехы, орталық көкөніс базары. Келесі слайд. Жалпы ауыл аманаты 2023-2026 жылдардың жобасы 69 жоба құрылады өсімдік шаруашылығынан. Жалпы 23-26 жылдар қосып айтып отырмын. Мал шаруашылығы 271 жоба. 271 жоба жұмыс орны ашылса, балық шаруашылығы 3 жұмыс орны ашылған. Кооперативтерді құра жабдықтау 6 болатын болса, 6 жұмыс орны, жоба жалпы 153-те 2 миллион теңгені құрады. Өз кәсібін ашу 34 болатын болса, жоба 276-та 8 миллион теңге, 34 жұмыс орны ашылды. Енді жалпы мынау 535 тұлғаның құжаттары қаралды, Ырыс микроқаржы ұйымы операторында. Соның ішіндегі 383 тұлғаның құжаттары Ырыс микроқаржы ұйымдарынан мақұлданды. Жалпы 2,7 миллиард теңге 383 тұлға Ырыс микроқаржы ұйымымен несие берілді. 383 жоба іске асырылып, сонда 3312 мал басы сатып алынды. 383 жаңа жұмыс орындары ашылды. Осы 23-26 жылының аралығында. Келесі слайдына Қазығұрт ауданында Тұрбат шағын өндірістік алаңы бой көтеріп жатыр. Өздеріңіз байқап жүрген шығарсыздар. Жалпы жердің
Көлемі 2 гектар 6 өндірістік ғимарат бой көтерді. 6 жоба іске асырылады деп отыр. Жалпы құны 450 миллион теңге, 22 жұмыс орны ашылады. Электр инфрақұрылымдар жүргізіліп жатыр. Бұл жерде тоқталып өтсек, бірінші жеке кәсіпкер Еркин Торжа бал өндірушілеріне арналған заманауи жәшік ыдыстардың өндірісі. Инвестициялық жоба 50 миллион теңге. Одан кейін екіншісі жеке кәсіпкер Азамат желдеткіш құралдарды шығару 90 миллион теңге, 3 жұмыс орны ашылады деген жобада бар. Жеке кәсіпкер Динара матрас шығару 60 миллион теңге, 3 жұмыс орны. Тағы мынау жеке кәсіпкер Жавахир желім ыдыстарын шығару, қайта өңдеу цехы 100 миллион теңге. Тұрбат тәттілері жууға арналған сұйықтық ел өндіру жобасы дейді. Одан кейін Пернебеков жиһаз жасау цехы 80 миллион теңге, 5 адам жұмыспен қамтылады деп жобаланып отыр. Қызықия шағын өндірістік алаңы 80 соттық жері болатын болса 5 жоба ашылады деген жобада бар. Жұмыс орны 12 адамды қамтиды. 26 жылы іске қосылады. Бүгінгі таңға өздеріңіз байқағансыздар, енді ол жерде кірпіштер қаланып, жерлері тегістеліп, жұмыстар жүргізіліп жатыр. Өндірістік ғимараттың жер телімдерін рәсімделіп берілді бүгінгі таңға. Жаңағы жобаларды газбен жабдықтау, сумен жабдықтау инфрақұрылым қажеттілік етеді. Тұрбат индустриялық аймақ бұдан кейінгі. Өздеріңіз белгілі мына 60 гектар индустриялық аймағымыз бар. Жалпы жобаның құны бұл жерде 3,8 миллиард, жобаның қуаттылығы 52 гектар. Мынау сыртқа шығару жобасы бойынша мына ауылдың ішінде түтінді азайту осы мәселе қолға алынып жатыр. Жұмыс орны 130 адам қабылдайды 2026 жылы. Бұл жерде айта кету керек, қазір инфрақұрылым бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр, водоемдар салынып жатыр. Жалпы құны 1,2 миллиард теңге. Енді үлгерсек 26 жыл деп отырмыз, переходный болса көреміз, тағы да айтамыз. Қарқын 2030, одан кейін келесі мынау заманауи бірден бір жақсы үлкен бір объект болып табылып отыр. Бұл енді айта кету керек, бұл американдық жоба. Бұл Қазақстан бойынша бірінші Қазығұрт ауданында салынып отыр. Мынау көріп тұрсыздар ма, төбесі жаңағы ангардары төбесі жабылған. Одан кейін мынау ангардың іші 6-ға бөлінген, әрқайсысында 200 малдан қамайды, малды байламайды. Жалпы 5 ангардан тұрады, оның 3-еуі бітті, 4-шісі 95%, 5-шісі әзір 20%-да. Осы қыркүйек айында беріледі деген сентябрьдің 1-ші 10 күндігінде беріледі пайдалануға. Бірақ әзіргі күніне 3 ангарға 3,5 бас мал әкеліп, уже алды сойуға дайын болып қалды. Жақсы жұмыс жасап жатыр. Қазіргі таңда мысалы Силос шұңқырының 75% құрылысы аяқталған, инфрақұрылым жүйелерінің кәсіпкерлерінің өз есебінен жасалуда. Келесі жобамыз слайд. Қанатбек шаруа қожалығы, бұл мал бордақылау жобалардың құны 1,1 миллиард, жобаның құны 1000 бас, жобаның қуаттылығы 10 адам жұмыспен қамтылады деп отыр. 2 гектар жер толық қоршау жұмыстары аяқталды. Мамыр айының соңынан қоралардың ірге тастары және құю темір конструкция құрастыру жұмыстары басталады. Қазір басталып тұрған инфрақұрылымдардың жүйесінің кәсіпкерлердің өз есебінен жүргізіліп жатыр. Келесі слайд. Мынау консультинг деген бұл енді жаңадан алды, Шанақ ауыл округінде саламыз деп отыр. Жобаның құны жалпы 4 миллиард теңге. Құрылыс, кірпіш, тас, плитка және темір бетон бұйымдарының өндірісі. Жалпы 40 миллион дана жылына жобаның қуаттылығы шығарылады деп 35 адам жұмыспен қамтылса 2026 жылы іске асыру мерзімі. Бүгінгі таңға қажетті құжаттар рәсімдері еркелесіп оң қорытындысын алынды. Жер қойнауын пайдалануға іздеу барлау жұмыстарына ұсыныс жолданды. Маусым айында инфрақұрылым және құрылыс жұмыстарының басталуды көзделіп отыр. Инфрақұрылым жүйелерінің кәсіпкердің өз есебіне жасалуда. Жалпы баяндау осы. Баяндамашыға сұрақтарыңыз бар ма?
Оған жер берілді. Өзінің құрылысын жүргізді. Одан кейін совместный производство құрған Өзбекстан менен болатшаларын шығару бойынша. Әлі толық жұмысқа қосылып біткен жоқ. Болатшалар анау өздеріңіз білесіздер, анау кенді қазып әкелген екен, үлкен анау барабанда айналдырады да соның ішіне шарикпен майдалау. Басты соның шаригін дайындау. Енді бір емес бірнеше мәрте ескертілді. Ол мына индустриалды аймақты бізге қарамайды, енді анау орталығы бар, сол жақтан ескерту берілді. Дұрыс, малға алып қойғанда бәрі ескерту берілді оған. Хабарым бар. Менде бір сұрақ бар еді. 2025 жылы іске асырылған инвестициялық 10 жоба бар ғой бізде. Қазір жұмыс жасап тұр ғой, Инвестициялық 10 жоба дейсіз ба? Иә, 2025 жылы жүзеге асқан. Соның ішіндегі мына темір болат шарлары деген өндірісті соған айтып отырмын, замечательно. Сол жалпы қалғандар жұмыс жасап тұр. Қалғандары жұмыс істеп тұр, иә. Біздің ауданның бюджетіне қанша қаражат кетіп құйды солар? Осы 10 жоба. Мен қойып. Іздеп таппай қалдым. Жалпы дауысым қайдан шыққанын байқамай қалдым. Енді инвестициялық жобаларды кез келген жерде бізге ондай данный бере бермейді. Мысалы статистикаға барсаңда, налогқа барсаңда әркімнің өзінің ішкі дүниесі құпия болып саналады. Ал былайша статистиканың өзі бір сводный деп шығарады данныйды. Біз соның ішінде айырамыз, мына жеке секторда мынанша түсті, бюджетте мынанша түсті, мынаяқта мынанша түсті деп белгілеп отырамыз. А жеке бізге бермейді. Енді ауыл округтерінде болуы мүмкін, енді онша-мұнша сұрағандарын айтады екен, қанша тапқанын, қанша неғылып. Бірақ бізде ала алмаймыз оны. Жалпылама кетеді. Рахмет. Одан кейін ауыл аманаты бойынша 8 әкімшілікте жүзеге асырылған бұл 2023-26 жылдар арасында. Иә. Біздің жігерген мына жерде жоқ қой. Жігергеннен 26-та емес пе сіздердікі? Иә, уже басталып жүр. Қазір 26 ғой мына жерден. 23-26 жылы деп тұрсыз ғой, 26 жылды қосып. Оператор қатысып отыр, бізде мына арыс микроқаржы ұйымы. Бізде енді қаражат беріле бастайды ғой, бекер. Сол біздің енді мынау 383 тұрғынның құжаттары өтті деп жатыр ғой, 2,7 миллиард теңге қаражат бөлінді. Бұл жалпы. Иә, жалпы. Осының ішінде біздің мынау әр округ бойынша жеке қанша сайлаушының, мысалға біздің тұрғындардың үлесі бар, 383-те жігергенде нешеу, Қақпақта нешеу, Тесіктөбеде жаңағы. Соның ішінде одобрение алғаны керек болып тұр ғой. Иә. Мысалға мен жігергеннің өзінен білгім келіп тұр, қаншасы алды деп. Жақсы сұрақ. Бекет жауап бере аласың ба? Одобрение алған саны хотя бы. Қанша құжат түсті біздің жігерген ауыл округіне? Білем ғой биыл кірген. Бізде мынау мынау 383-те жоқ қой қазір. Енді біледі десеші. Не? Рахмет. Оны туырсына деп. Сұрақтарыңыз бар ма? Ауыл шаруашылығына кетіп қалдыңыз. Кәсіпкерлік саласы бойынша. Дұрыс жеңілдетілген дистоплива бар. Қазір жаздық, күздік болып екіге бөлінеді. Негізі бізде күздік жоқ еді, қанша депутаттарға айтып жүріп қол жеткіздік. Данный момент мына жаздық дистопливалар беріліп бітуде, одан кейін күздік басталады. Кебек жоқ енді. Бір беріліп қалды, одан кейін болмады. Болса айтамыз. Менде бір сұрақ бар екен, мынау То Альфа консалтинг, мына қыш завод биыл 26-да іске асыру мерзімі деп қойғансыздар ғой, басталды ма ол? Завод соғылып жатыр ма? Жері ғана рәсімдеді оны, 28 гектар еді. Жері ғана. Шанақтағы ма? Мына Шарбұлақтағы Бегаш деген жігіт Қарағандыда осы конструкция соның бәрімен жұмыс жасаған. Мен 28 енді жұмыс Шанақтың қай жерінен түсейін деп жатыр? Жер қойнауын жаңағы зерттеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Соның бәрі бітсе, одан кейін барып бастайды. Енді ол жерде
мен де ойлаймын, енді темір жол жоқ, бұл жақта ана мынау жоқ. Тасымал енді сәл қиындау болады. Біз енді келген адамға құшақ жая қарсы аламыз ғой енді. Шанақтың қай жерден түсіп жатыр? Ақжар шығар, Ақжар. Шешімді анық қабылдайды, біз қабылдамаймыз. Иә. Бірақ ескерту берілген, иә. Тағы да сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақтарыңыз болмаса, бұл мәселені сессияға қарауына ұсынып, шешімді сессияда қабылдасақ. Қарсылық жоқ па? Жоқ, Кенжехан, сен мынау кеше уақытша комиссиямен бардың. Қазір ырыстың несін басқарма төрағасының орынбасарын шақырып отырмыз. Отыра берейін. Отыра беріңіз. Кенжехан. Ау, тыңдап отыр. Бұл жерде енді біздің қоятын сұрағымыз жаңағы мынау кооператив мәселесі бойынша ғой. Алған заттар мысалы мынау таңқурай өсіп өндірген кезде бұл біздегі складымыз жоқ, басқамыз жоқ, ертең ағып кетеді, осы жағын қарастырып берсе деген мәселеде ұсыныстар бар. Өндірген өнімді ертең өткізе алмай жатса ол арасында делдалар кіріп кетіп жатыр, прямой не жоқ мысалға. Ол ең болмаған жағдайда соны ауыл мектептеріне, балабақшаларға тартып беретін жағдайларды қарастырса, біздің ұсынысымыз. Өндірілген өнімдер. Одан кейін жаңағы қазір ауыл адамдардың арасында құжат өткізіп жатырмыз, аламай жатырмыз деген көп әңгімелер жүріп жатыр. Осы жақтан айтып кетсе, кешігіп жатыр мысалға, өткізген құжат 15 күнде дайын болмаса, ары қарай уже арадағы ақшалам дегенше бір ай 2 айға айланады, сондағы арадағы адгүлінде уақыт өтіп кетейін деп тұрған мәселелер бар. Осы жөнінде бір ауыз айтып кетсін енді келгеннен кейін. Төрағаның орынбасары бір ауыз не қылсын енді. Жалпы хабардар болсын жұрт. Мысалша Түркістаннан келіп отыр ғой. Кешігу себептерін жоғары шыға берсеңіз, микрофон қойсаңыз. Енді сол залог имущество шығар главное. Иә, сол мүлік жағынан да айтып кетіңізші, мысалы ауылда қанша бағаланып жатыр мүліктер. Көп жерде ауылдың жерлерін, үйлерін қабылдамайды екен, бізде қаладан қойылып жатқандар көп деген әңгімелер бар да ауыл арасында. Осы мәселені айтып кетсеңіз бірінші. Мүлік жайында. Құрметті Тайбек Әділбекұлы, құрметті жиналысқа қатысушылар, мен ауыл аманаты бойынша қысқаша айтып кетейін. Одан кейін жеке сұрақ жауапқа көшейік. Ауыл аманаты бойынша бұл мемлекет басшысының тапсырмасы 23 жылдан бері іске асып келе жатыр. Біздің облысымыз, Түркістан облысы 30 миллиард қаражат тартты. 19 жылы, жаңа 23 жылы 19 миллиард, одан кейінгі 24 жылы 3 миллиард тартылған. Былтырғы жылы 7,4 миллиард қаражат тартылып, толық игерілді. Ал биылғы жылға қазір бүгінгі таңға 7 миллиард ақша түсті. СПК-ның шотында жатыр ол, СПК Түркістанның. Осы бір 2 аптадай болды қаражаттың облысқа келгенде. Ал енді мынау бөлінген қаражаттар бойынша 6 бағыт бойынша осы 3 жылда жүзеге асып 4 мыңнан аса жұмыс орны ашылды. Жалпы Қазығұрт ауданы осы жаңа 30 миллиард ақша берілді дедік, сол бойынша жаңада айтып кетті ғой мен алдында әріптестеріміз. 2,7 миллиард қаражат тартып, аудан белсенділігін жақсы көрсетіп жатыр. 4-ші орында облыс бойынша Сарыағаш, Ордабасы, Түлкібас, одан кейін осы Қазығұрт ауданы. Қазығұрт ауданы бұл қаражаттан енді жақсы алып жатыр. Аз алған аудандарда бар енді, әр ауданның өзінің белсенділігіне байланысты, бірақ Қазығұрт ауданы бұл жерде жақсы белсенді жұмыс көрсетіп жатыр деп мақтанып айта аламын. Жалпы енді мына биылғы жылға өте беріңіз, анау келетін қаражат бойынша айта салайын. Бұл жаңа айтып кеттім, мына 4-ші орында, мына жобалар бойынша. Жоқ, мынау жаңа сіздер айтқан 8 ауылдық округ, мына жерде количествосы бар. Жаңа біз бұның тізімін бере алмаймыз, бірақ мына Шарбұлақта 56 адам алды, Шанақта әр ауылдың өзі жалпы 385 жоба қаржыландырылды осы уақытқа дейін. Неге қарасаңыздар, әр ауылдың өзінің бағыты бар, бекітілген, аудан өзі ұсынып, облыс бекіткен бағыттар бойынша жұмыс жүргізілген. Қарасаңыздар, мысалы
Шарбұлақта өсімдік бекітілмеген, жаңа мал шаруашылығы бекітілген, жаңа 0 болып тұрғандар, олар жаңа заемщик болмаған емес, бекітілмеген ауылдық округтер. Енді биылғы жылға кеше бекітілді 5 ауылдық округ бекітілді. Атап кетесіңізші сол. Қазір соны айтып кете салайын. Мынау орталық кірді, Қазығұрттың өзі кірді, Алтынтөбе, Қарабау, Сабыр Рақым, Жігерген ауылдық округтар бекітілді. Енді осы түсетін қаражатпен осы ауылдарға береміз. Мына жерде міне бекітіліп тұр. Әр ауылдың өзінің белгілі бір бағыттары бар. Неде қарасаңыздар, жаңа жалпы слайдта. Қазығұрттың өзінде мысалы Алтынтөбе, Қарабау, өсімдік, мал, барлық неде мал шаруашылығы бекітіліп тұр Қазығұрт ауданы бойынша. Бұл жерде енді мынандай мәселе бар да, жалпы бөлінген қаражаттың 7 миллиард ақша бөлінді дедік қой. Соның мал шаруашылығына 40% ол правиламен бекітілген, ауыл аманаты өкіметтен бекітілген бар. Оның ішінде мал шаруашылықтың ішінде балық шаруашылығы мен құс шаруашылығында қосады. Оны алып тастаған кезде, мысалы қазір 7 миллиардтан 2 миллиард қана мал шаруашылығына келеді. Енді 2 миллиардты сіздің ауданнан 5 ауылдық округ болып тұр ғой, жалпы 75 ауылдық округ бекітілді. Әр ауыл өзі сіздерден де барды, сол жақта облыстық ауыл шаруашылық басқармасымен бекітті ғой. 75 ауылға енді 2 миллиардты бөлетін болсақ, әр ауылға мал шаруашылығына 26 миллион теңге. Ол енді 2,5 жоба былайша айтқанда. Бірі 10 миллион алады, бірі 5 миллион, бірі 10 миллион деген сияқты. Ал одан ары қарап ақша жоқ болып қалады да, халық қайтадан шулайды, мен аламай қалдым деп. Бұны соны түсіндіру керек. Бұл жерде кім ерте өткізеді, сол алады. Қарасаңыздар, бұл жерде ауылдың бағыты бекітілгенмен, ауылдың бағыты сума бекітілмеген. Кім үлгереді, сол алады. Сол үшін бізде бір бекетке бәрін жүктеп қоймай, ауыл жұмыс істеу керек қазір. Аудан жұмыс істеу керек. Жалпы. Сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақтарыңыз болса қойыңыз. Біржан Ералұлы. Рұқсат болса, мынау ауыл аманаты 2,5% бойынша жалпы облыс әкімінің орынбасары Тұрашбековтың тапсырмасы бойынша бізде мынау санаттарға категориялар адамдар саны бөлінеді. А, Б, С, Д, Е сол бойынша, соның ішінде Д, Е категориядағы азаматтарымызды бізде 2,5% апері ауыл аманаты жобасынан соларға тұрмыс жағдайын жақсарту мәселесін қарастырып жатыр. Қазір Д, Е деген категория жалпы айтқан түсіндіре кетсем, ол тұрмыстық жағдай төмен немесе бір өмірде бір проблемалы бар, арест счеттар, аресте сондай отбасыларда осыларға 2,5% аперу мәселесін қатты тапсырма ретінде қайта бізге қайталап беруде ауыл әкімі ретінде. Өзім атым Мақсұт Біржан, Қызылқия ауыл округі әкімі. Жалпы осыларды осындай азаматтарға біз 2,5% аперу жағын қарастырайын десек, жалпы сіздердің талаптарыңызға бұл кісілер сай келмейді. Мысалы, өзіңіз арнайы залог болу керек, немесе қасында қосымша 2 гарант деген азаматтар болу керек. Оның кредитный история дейді, жалпы кредиттік тарих болу керек, оның ол бұзылмаған болу керек. А бізде Д категориясына основном сондай азаматтарда, оларға біз қалай алып береміз? Жалпы осыған қарастырған сіздерден нақты механизмдеріңіз бар ма? Біз сол арқылы жұмыс жасасақ, ал былайша бұл жұмыс жасаймай жатыр. Бұл бойынша қазір Қазығұрт ауданында облыстан бізге ауыл шаруашылық басқа неден жұмыспен қамтудан бергені 66 адам. 66 адам берді Қазығұрт ауданы бойынша ДЕ санатта деп. Ол несие алуға үміткер дейміз ғой, олар әлі бізге келген жоқ. Біз олардың құжаттарын көрген жоқпыз. Тек бір ғана үміткер келіп бекетке қаз құжаттарын өткізіп жатыр. Сол бойынша да мен айтып кетейін деп едім, табиғи әділдікті пайдаланып. Аудан әкімде, ауыл әкімдері сонымен қатты жұмыс жасаса, сол клиенттерді ертіп келіп, ол 66 адам, жаңа өзіңіз айтқандай, олардың біреуінің машинасы бар, біреуінің жағдайы жоқ дедіңіз ғой. Сонымен жұмыс жасасаңыздар, сол 66 адамды сіздер алып келіңіздер, өткіземіз. Ол бойынша қаражат бар. Ал енді кепіл мүлкіне келгенде бұл кредит, бұл жерде кепіл болу міндетті. Ол ауыл аманатының қағидасында да бар. Несие тарихы, ол банк саласында, қаржы саласында ол қаралады. Басқа біреудің атынан тураласын, несиесі жоқ адам атына үйін ауыстырсын, енді ол жақтан айта бермейміз ғой, бірақ соның бәрін сіздер өздеріңіз сүйемелдеп жүрсеңіздер, сол 66 адамды ертерек өткізу керек онда осы қаражаттан алу үшін. Сіздің айтқаныңызға мен тікелей қосылмаймын, себебі кереғар қайшы әңгіме айтасыз. Себебі бұл жерде ертең ол кісілер кредит алған жағдайда, олар тағы да төлем қабілетінен айырылған кезде тікелей кінәлі ауыл әкімдері біз болып қаламыз да. Ол жағы да бар. Сол үшін жаңағыдай өзіңіз айтып жатқандай құпия мәселелерді оған тықпағанымызда дұрыс деп есептеймін. Себебі қазіргінің өзінде біз ертең келешекте уже тапсырма беріледі деп жатыр. Ырыстан сіздерден кредит алған азаматтар 2,5% бізге әкімшілікке вообще қатысы жоқ. Оларды қазір өндіре алмай жатқандар бар екен, солар өндіру қызметіне біз жүктемекші да, ол да дұрыс емес дейміз.
Жоқ, ол бойынша бізде бөлім бар, мониторинг бөлімі бар. Енді сіздерге жоғарыдан тапсырма берілген шығар, ол мәселе емес. Мен айтып жатқаным мынау 66 ДЕ санаты бойынша. Бұларды бекеттің өзі үлгермейді, ол 66-ны звондап, залогын алдыртып. Сол бойынша сіздер көмектессеңіздер деп тұрмын. Жоқ, оның проблемасы бар деді ғой, жаңа сізге айтты ғой. Жаңағыдай историясы түзу емес. Оны залогқа қоятын жоқ. Ондай ол азаматтарға кепілге де ешкім тұрмайын деп тұр ғой. Сол себеп, сол мәселені шешу жолын сұрап тұр сізден бұл азаматтар. Механизмін өзгертсеңіздер деп тұр. Так ол сіздерді кәдімгі полноценный кәдімгі бір адамдарменен, кәсіпкерлерменен бірдей қалыпта құжат қабылдайсыздар олардан да. Ол құжаттар оларда болмайтын деп тұр. Кепіл қоятын кепілі, одан кейін жаңағыдай историясы түзу емес. Оған кепілдікке ешкім тұрмайды. Соның механизмін қарастырып берсеңіз деп тұр. Оны әкетуде емес мәселе. Жоқ. Соны сұрап тұр емес па? История мәселесі ол шешілді. Егер қанша күн кредиті бар болып, сол күнге кредит жоқ болса, оны қарастырамыз. Мысалы, былайша айтқанда бір 10 мың теңге қарызы болып жүрді да, бір 3-4 ай, 1 жылдан бері кешігіп, құжат өткізген кезде сол 10 мың теңге жауып тастаған болса, біз қарамаймыз теріс историясын. Қой беріңіз. Саламатсыздар ма? Жұмыспен қамту бөлім басшысы Дархан Кулимов. Жаңа ДЕ бойынша да бізге де бірлесіп жұмыс жаса деген аула округ әкімдігінен. Жаңа сіз айтқан 66 адам бұл жерде былай, құрметті депутаттар. Бұл жерде 66 адам бұл 90 күнге асқан қарызы жоқ, кепіл мүлкі барлардың саралап бергенбіз облысқа. Жаңағы сол кісілермен қазір бекет жұмыс жасап жатыр. Енді қазір естіп жатыр ғой, үлгермей жатыр. Аула әкімдерге соған атсалысуды сұрады. Бұл жерде біз түсінбей жатқанымыз механизмі, сол кісілерді біз жаңағы көрсетті, жаңағы өндіріс кооперативті аша ала ма? Соған өндіріс кооперативтің ішіне кіргізу керек па? Механизм сұрап жатыр. Мүше қылып, ол бар нәрсе ғой, мүше болып кредит алғанның бәрі ауыл шаруашылық кооперативіне тіркеледі. Мысалы, қазір тұратын болсақ, мына Серікбай Агроға жаңағы біздің ДЕ категорияға мүше қылып кіргізу керек. Содан кейін барып сіз құжаттарын қарайсыздар ма? Қалай болады? Или оған дейін залогтарын бәрін тексеріп аласыздар ма? Залогын қарап, комитеттен одобрение бере береміз оған. Одан кейін барып тіркетеміз. Қазір оны тіркетіп қойып, ертең отказ берсек та. Иә. Сұрақ сол негізі сұрақ. Сұрақтарыңыз бар ма? Түсінікті. Рахмет. Тұра беріңіз. Құрметті комиссия мүшелері, күн тәртібіндегі келесі мәселе Түркістан облысы Қазығұрт ауданы Қызылқия ауылы округі, Қызылқия, Айнатас, Ынталы, Қызылсеңгір, Атажұрт елді мекендерінің шекараларын өзгерту және белгілеу туралы. Сөз Қызылқия ауылы округі әкімі Мақсұтов Біржан Ералыұлына беріледі. Саламатсыздар, құрметті сессия төрағасы, аудандық мәслихат депутаттары және сессияға қатысушылар. Сіздердің қарауларыңызға ұсынылып отырған мәселеміз Түркістан облысы Қазығұрт ауданы Қызылқия ауылы округінің қарасты Қызылқия, Айнатас, Ынталы, Қызылсеңгір, Атажұрт елді мекендерінің шекараларын өзгерту және белгілеу туралы. Аталған жоба Қазақстан Республикасы Жер кодексінің 108 бабы 1 және 5 тармақтарына, сондай-ақ Қазақстан Республикасы әкімшілік аумақтық құрылыс туралы Қазақстан Республикасы заңының 12 бабы 3 тармақшасына сәйкес әзірленіп отыр. Қазіргі таңда Қызылқия ауылы округіне қарасты елді мекендердің аумақтары одан әрі дамыту, тұрғындардың жер учаскелеріне деген қажеттіліктерін қамтамасыз ету, әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым нысандарын орналастыру, сондай-ақ елді мекендердің бас жоспарларына және сәйкес олардың аумақтық дамуын жүзеге асыру мақсатында елді мекен шекараларын нақтылау қажеттілігін туындап отыр. Осыған байланысты Қазығұрт ауданы ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлердің бір бөлігін елді мекендерінің құрамына енгізу арқылы олардың шекараларын кеңейту ұсынылып отыр. Атап айтқанда Қызылқия елді мекені бойынша 4 гектар, Айнатас елді мекені бойынша 3 гектар, Атажұрт елді мекені бойынша 11-34 гектар, Ынталы елді мекені бойынша 4 гектар, Қызылсеңгір елді мекені бойынша 6 гектар. Жалпы аумағы, жалпы айтқан кезде 116 гектар ұсынылып, жалпы айтқан кезде 28-34 гектарға ұлғайту жалпы елді мекендерді ұсынылып отыр қарауларыңызға. Елді мекендердің жалпы аумағы 766-237 гектардан 794-573 гектар дейін ұлғаюды қарастырып отырмыз. Сонымен қатар бұл шаралар жер қатынастар саласында құжаттар ретке келтіруге
мемлекеттік жер кадастр мәліметтерін нақтылауға және елді мекендердің шекараларын заңнамалық тұрғыдан бекітуге негіз болады. Осыған байланысты ұсынылып отырған Қазығұрт ауданы әкімдік қаулысын және Қазығұрт ауданы мәслихат шешім жобасын қолдап, оң шешім қабылдауларыңызды сұраймын. Баяндамашыға сұрақтарыңыз бар ма? Бұл мені ойлаймын өте дұрыс не Біржан Ералыұлы. Біз көбінше түсініп қалай болады, құрметті ауыл әкімдер. Бұл жаңа әлсейіп сәбит түсіну керек, не деп. Мен бұның бәрін заң ережесін бәрін көрдім, ауыл әкімдерді ұсыныс бере алады. Ауыл әкімдігі мысалы біз бүгін Біржанның несін құптап бекітіп бере аламыз. Сол себепті мына Біржан Ералыұлына рахмет айтамын. Бұдан басқа 12 ауыл әкімі бар. Бұл бәріңізден емес. Жіті қарап, ертең халықты шырылдатпай, жаңа тиісті жерлеріне, өзгерістеріне өзгеріс енгізіп берейік. Біз мәслихат алған әрдайым дайын. Иә. Сол себепті басқа ауыл әкімдерінің құлағына алтын сырға осылай бәрін заңдастырып берулеріңізді өтінеміз. Шын мәнінде бұның бәрі жаңа инфраструктурасы бар, кадастр бар, басқа бәрі бір жерге келіп тіреледі. Содан кейін ауыл әкімі ештеңе істей алмай отырады. Сол себепті мына үрдістермен қарай жалғастырып, жалпы барлық ауыл округіндегі елді мекендердің бәрін заңдастыруымыз керек. Қажет болса, жаңа шекарасын өзгеріспен белгілеу өткізіп береміз. Өздеріңізде хабарларыңыз бар ғой, 3 жылдан асып кетті деймін. Осы шекараны ұлғайту бойынша әлі шешімін тауып, әлі бекітілген жоқ қой деймін. Ал енді осы нені қолдасақ, осымен жұмыс жасасақ жылдамдайды деген үмітіміз бар. Рахмет сізге. Назарларыңызға рахмет. Басқа сұрақтарыңыз болмаса, бұл мәселені сессия қарауына ұсынып, шешімді сессияда қабылдасақ. Қарсылық жоқ па? Қарсылық жоқ, сессия қарауына ұсынылды. Құрметті комиссия мүшелері, күн тәртібіндегі соңғы мәселе Қазығұрт аудандық мәслихатының 2025 жылғы 24 желтоқсандағы нөмірі 36-да бөлшек 203-8 Қазығұрт ауданының 2026-30 жылдарға арналған даму жоспарына бекіту туралы шешіміне өзгерістер енгізу туралы. Сөз аудандық экономика және қаржы бөлімінің басшысы Сайлау Сейдірахым Бекалуына беріледі. Құрметті Тайбек Әділбекұлы, құрметті мәслихат депутаттары және сессияға қатысушылар, Қазығұрт ауданы 2026-2030 жылдарға арналған даму жоспарына өзгерістер енгізу туралы Қазақстан Республикасының ұлттық экономика министрлігінің 2025 жылғы 1 желтоқсандағы 128 бұйрығымен бекітілген болатын. Және де осы бұйрыққа сәйкес экономика және бюджет жоспарлау басқармасынан 5 мамыр күні 26 жылы номер 18/445 хатымен жолданған ауданның маңызы бар қала ауыл округтерінің әкімдерінің тұрақты коэффициенті көрсеткіштері және ауыл шаруашылық басқармасының 2026 жыл 28 мамырдағы номері 30/1345 санды хатымен жолданған ауыл аманат жобасының нысаналы индикаторлары мен көрсеткіштері негізінде Қазығұрт ауданының 2026-30 жылдарға арналған даму жоспарына өзгерістер енгізіліп, өздеріңізге ұсынылған болатын. Аталған даму жоспары ұлттық даму жоспарының мақсаты мен міндеттемелеріне облыстық өңірлік даму басқармалары мен ауданның әлеуметтік экономикалық ерекшеліктеріне толық сәйкес келеді. Қазығұрт ауданының 2026-30 жылдарға арналған даму жоспарының негізгі мақсаты ауданның әлеуметтік экономикалық даму көрсеткіштерін қамтамасыз ету, тұрғындардың өмірінің сапасын арттыру және тұрақты экономикалық өсіміне қол жеткізу. Осы мақсатта қол жеткізу үшін өзге мақсаттардың бағытында толықтырулар мен өзгерістер енгізілуде. Бізде мына 5-ші бағытқа өзгерістер енгізіліп отыр. Оның ішінде жалпы бекітілген жоспар 3 мақсат, 3 міндет, 2 нысаналы индикатор және 7 нәтиже көрсеткіштен құралған болса, 2 нысаналы индикатор және 3 нәтиже көрсеткішіне қосылып отыр. Атап айтар болсақ, бұл жерде мынау ауыл аманаты бойынша бұл жерде бағдарлама аясында жобалардың жеңілдетілген несиелерді қаржыландыру бойынша бұл жерде орындалуына жауапты аудандық кәсіпкерлік және ауыл шаруашылық бөлімі болып бекітіліп отыр. 26 жылы бұл жерде 943 миллион теңгеге бекітілген, 27 жылы 1 миллиард 412 мың теңге, 28 жылы 1 миллиард 880 миллион теңге, 29 жылға 1 миллиард 880, 30 жылға 1 миллиард 880 теңге бұл жоба бекітіліп отыр. Сонымен қатар екінші мынау жобада бұл жерде ауыл округтері әкімдерінің тұрақты коэффициенті бұл жерде аудан әкімінің аппаратына бұл жерде жауапты болып бекітіліп отыр. Бұл жерде мынау жаңа даму жоспарында бұл жерде
балдары әр ауыл округтерінің балдары 30%-дан болып есептеледі бұл жерде 26 жылдан 30 жылдың аралығында. Екінші мынау жаңа нәтиже көрсеткіштері бойынша есепті жылдағы өкілеттілігін мерзімнен бұрын тоқтатылған аудандық және маңызы бар ауыл округтерінің әкімдерінің үлесі пайыздары. Бұл да аудан әкімі аппаратына жүктеліп отыр жауапты. Бұл жерде 10% балдық көрсеткішпенен 2030 жылға дейін белгіленіп отыр. Нәтиже көрсеткіштері бойынша ауылдық округтердің әкімдерінің кадрлық орнықтылығы бойынша бұл жерде де бекітіліп отыр 26-30 жылға. Бұл да жаңағы 10 балдық көрсеткіште. Және ең соңғысы бұл жерде ауыл округтер әкімдіктерінің лауазымды болу ұзақтығының орташа мерзімі. Бұл да жаңағы аудан әкімі аппаратына жүктеліп отыр, жауапты болып отыр. Бұл жерде 10 балдық көрсеткішпенен бекітіліп отыр. Осы сонымен қатар жаңағы 128 бұйрыққа сәйкес даму жоспарының іске асырылуы индикаторлардың арқылы тұрақты мониторинг өткізіліп, қажет болған жағдайда түзетулер енгізілетін даму жоспарын бекіту барысында өздеріңізге айтылған болатын. Жоғарыдағы айтып өткендей, басқармалар тарапынан ұсыныс енгізілуіне байланысты даму жоспардан түзету енгізу осы шешім жобасында қарастырылып отыр. Бұл жоспардың орындалуын бақылау және тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді. Қорыта айтқанда, Қазығұрт ауданының 2026-30 жылдарға арналған даму жоспары ауданның ұзақ мерзімді әлеуметтік экономикалық дамуын қамтамасыз ететін стратегиялық құжат. Осыған орай, құрметті Тайбек Әділбекұлы, құрметті мәслихат депутаттары, Қазығұрт ауданының 2026-30 жылдарға арналған даму жоспарына өзгеріс енгізуге қолдау білдірулеріңізді сұраймын. Рахмет. Баяндамашыға сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақтарыңыз болмаса, бұл мәселені сессия қарауына ұсынып, шешімді сессияда қабылдасақ. Сессия қарауына ұсынылды. Рахмет. Құрметті комиссия мүшелері, тұрақты комиссия мәжілісінің күн тәртібіндегі мәселелер қаралып бітті. Осы мәселелер бойынша қаулы қабылдауымыз керек. Қазығұрт аудандық мәслихатының тұрақты комиссияларының бірлескен отырысы қаулы етеді. Аудандық мәслихаттың 8-ші шақырылымдағы кезекті 48-ші сессиясының күн тәртібінде мына мәселелер ұсынылсын. Бірінші, Қазығұрт ауданы әкімдігінің және Түркістан облысы бойынша тексеру комиссиясының 2025 жылғы аудан бюджетінің атқарылуы жөніндегі есептері туралы, Қазығұрт ауданы ауылдық округтері әкімдерінің және Түркістан облысы бойынша тексеру комиссиясының 2025 жылға арналған ауылдық округтердің бюджеттерінің атқарылуы жөніндегі есептері туралы, Қарабау ауылдық округі әкімінің есебі туралы, инвестициялар тарту ауданымыздың өнеркәсіптік әлеуетін арттыру бағытында атқарылған жұмыстар туралы, 5-ші Түркістан облысы Қазығұрт ауданы Қызылқия ауылы округі Қызылқия, Айнатас, Ынталы, Қызылсеңгір, Атажұрт елді мекендерінің шекараларын өзгерту және белгілеу туралы. 6-ші Қазығұрт аудандық мәслихатының 2025 жылғы 24 желтоқсандағы нөмірі 36-да бөлшек 203-те 8-ші Қазығұрт ауданының 2026-2030 жылдарға арналған даму жоспарын бекіту туралы шешіміне өзгерістер енгізу туралы. Құрметті комиссия мүшелері, қаулы қабылдансын деген комиссия мүшелерінің дауыс беруін сұраймын. Түсіріңіздер, қарсы қалыс жоқ, қаулы қабылданды. Құрметті комиссия мүшелері, тұрақты комиссия отырысының күн тәртібіндегі мәселелер қаралып бітті. Мәлімдеме немесе хабарлама жасайтын депутаттар бар ма? Жоқ болса, отырысты жабық деп жариялаймыз. Онда үзіліссіз сессияны өткізу керек, құрметті әріптестер.